үлкен жарысқа қатысушылар мен әділқазы алқалары. Біз Қарағанды облысы білім басқармасының Балқаш қаласы білім бөлімінің нөмірі 5-ші жалпы білім беретін мектебінің өзін-өзі басқару ұйымының атқарған іс-шараларын ұсынамыз. Біз Балқаш қаласы жалпы білім беретін мектебінде мектептік парламент білім алушылардың өзін-өзі басқару дамыту тұжырымына сай 2023 жылдың қыркүйек аралығында парламент президентіне сайлау жүргізілді. Парламент президентіне мектебіміздің 9-10 сынып оқушылары үміткер ретінде бағдарламаларын жасап, кандидаттыққа ұсынды. Мектеп президентінің үміткерлерінің ішінен 5 кандидаттардың бағдарламасы жақсы деп танылып, сайлауға түскен болатын. Осыған байланысты бірінші қабатта сайлау жәшігі орналастырды және ақпараттар стендісіне кандидаттардың бағдарламасы ілінді. Қорытындылай келе, кандидаттардың арасында көп дауыс жинап, Серғалиқызы Аруна мектеп парламентінің президенті болып сайланды. Қалған үміткерлер фракция жетекшісі болып тағайындалды. Өзін-өзі басқару ұйымы мектебіміздегі көптеген іс-шараларға белсене қатысып ұйымдастыра білді. Атап өтсек, білім күні. 1 қыркүйек 2023 жылы мектебімізде білім күніне арналған мектебім мейірім мекені атты салтанатты жиын өткізілді. Бұл іс-шарада мектебіміздің табалдырығын алғаш аттаған бүлдіршіндерге салтанатты түрде әліппе оқулығы табысталды. Мереке концерттік бағдарламамен жалғасты. Жиын соңында мектеп координаторы Иманғалиева Жандыған Мұратқызы және Жас ұлан ұйымының төрағасы Жұмағали Мерлан мектеп табалдырығын аттаға отырған бүлдіршіндерді мектепке кіру үшін алғашқы баспалдақ лентасы қиылып, сыныптарға кіргізілді. 22 қыркүйек 2023 жылы Балқаш қаласының орталық саябағында еңбек күніне арналған салтанатты іс-шара өткізілді. Бұл іс-шараға әр мектептің белсенді оқушылары қатысты. Біздің мектебімізде өзін-өзі басқару ұйымы да қалыс қалмады. Іс-шара барысында қала әкімі Сапар Сатаев орталық саябақтың бас президенті болып, мектебіміздің үздік оқушысы Мұрат Сұлтанды лайықты деп санап сайлады. Тағы бір іс-шара еңбек күні апталығында орай мектебіміздің кітапханашысы Көптілеу Шойынбаевна мен өзін-өзі басқару ұйымының мүшелері кездесу өткізді. Кездесу барысында еңбек өтілі, атқарған қызметтерін, жеткен жетістіктері бойынша оқушыларымызға сұрақ қойып, жауаптарын алып қайтты. Әрі арнайы дайындап апарған сыйлықтарын да табыстады. Жыл сайын 100-ден астам мемлекетте дүниежүзілік мұғалімдер күні атап өтіледі. Бұл күн оқушылар мен жалпы білім беру саласындағы қызметкерлердің кәсіби мерекесі болып табылады. Мерекеге орай мектебіміздің 5-ші қазан күні дублерлар күні, білім алушылардың өзін-өзі басқару күні өтті. Дублер күнінің мақсаты мектептегі өзін-өзі басқару жұмысын жандандыру, тұлғаның көшбасшылық қасиетін ашу және білім алушылардың ұйымдастырушылық қабілетін іске асыру. Қарты бар үйдің қазынасы бар демекші, халықаралық қарттар күні мерекесіне орай қаламыздағы Смайыл Жасынбек Қапияұлы атамыз бен Садуақасов Берекен әжемізге өзін-өзі басқару ұйымының мүшелері бірлесіп жетекшімізбен барып құттықтап қайтқан болатынбыз. Күзгі санитарлық тазалық айлығы 9 қыркүйектен басталып 7 қазан айлығында ұйымдастырылды. Осыған орай мектебіміздің белсенді оқушылары мен өзін-өзі басқару ұйымының мүшелері, мектеп әкімшілігі, мұғалімдер орталық паркте сенбілікке шықты. Орталық паркте тазалық жұмыстары толығымен атқарылды. Қорыта келе, алдағы уақытта өзін-өзі басқару ұйымының қатысуымен көптеген іс-шаралар мен қайырымдылық істер атқаратын боламыз. Назарларыңызға рахмет.